Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз қазақы нақыштағы алқа мен сырғаны жасайтын боламыз. Менің арнамды жоғалтып алмасы үшін арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бізге қажетті заттар: осындай темір қажет болады, дөңгелек темірі, және сырғасы үшін осындай екі дөңгелек данасынан ұқсастырып аласыздар. Қайшы, қысқыш, және осындай биялы, кольца, швензі және цеп керек. Сонымен қатар бізге көптеген моншақтар қажет болады. Түсін өзіңіздің қалауыңыз бойынша жасайсыз. Және осындай ақ моншақтар қажет. Сырғамызды жасап бастаймыз. Қысқышымыздың көмегі арқылы швензімізді сырғамызға бекітіп аламыз. Көп кісілер комментарийге заттарды қайдан алсақ болады, тастарын қайдан алсақ, темірді қайдан алсақ болады деген өте көп комментарийлер келіп жатыр. Өзіңіздің қалаңыздағы фурнитура сататын дүкендерден таба аласыз, барлық заттары болады. Келесі шеге тәріздес осындай биялымызға капелька моншақтан салатын боламын, көк түсінен. Одан кейін золото моншақты саламын. Одан кейін хрусталь көк моншақты салам, қайтадан золото түстес моншақты салам. Дәл осылай екі шетіндегі темірді осылай жасайтын боламыз. Ал ортасындағысын сәл бөлікше кішкене ортасына ақ моншақтарды қосып жіберем. Себебі біздің алқамызда ақ моншақтар бар, барлығы бір-бірімен үйлесіп сәйкес келу керек. Ортасын жаңаға айтқандай, бірінші хрусталь капелкамызды қоямыз. Одан кейін ақ моншақты көк, қайтадан ақ моншақ қылып жасадым. Бұл жерде золото моншақты қоспадым. Менің бұл жердегі биялым кішкентай болғандықтан мен қосымша кольца арқылы бір-біріне жалғайтын боламын. Міне біздің сырғамыз дайын, екіншісінде дәл осылай жасап аламыз. Енді алқамызды жасап бастаймыз. Биялымызға мен капелька моншақтың үлкенін алып қададым. Бізде бұл дәл ортасы, сондықтан кішкене ерекше болған дұрыс деп ойлаймын. Золото моншақ, ақ моншақ, көк хрусталь моншақ және қайтадан ақ. И осыны қадайтын боламыз. Енді осы ортасындағы екі жағында тұрған бос көздерге цепті видеода қарап отырсаңыздар түсінікті болады деп ойлаймын. Кольца арқылы жалғап қадайтын боламын.
Одан кейінгі екі міне тор көздерге, бұл жерлерге қайтадан моншақтарды қадаймын. Дәл осылай барлық көздерін толтыратын боламыз. Міне біз моншақтармен толтырып болдық. Енді әдемі көріну үшін осыны цепіді де ортасына қыстыратын боламыз. Бұны да бағанағыдай кольца арқылы қыстырамыз. Енді үстіңгі бөліндегі дөңгелекті қосу үшін ортасына біз сым арқылы қосамыз. Бұл жерде де моншақтарды байланыстырамыз. Жай кольца арқылы қосуға да болады, бірақ кішкене әдемі, көзге жақсы көріну үшін мен осылай моншақтарды араластырдым. Бұл жерде өзіңіздің қалауыңыз бойынша, өзіңіздің фантазияңыз бойынша қосуларыңызға болады. Мен ақ моншақтарды сосын көк моншақпен араластыра отырып қосып шықтым. Енді мойнымызға тағатын үстіңгі бөлігін алқа қылып жасаймыз. Бізге жіп керек болады, қалың немесе мен екі қабаттап леска жібімен жасайтын боламын. Лескамыз шешіліп кетпес үшін бірнеше рет қайтараттан түйіп және басқа бөлігін зажигалкамен кедеп тастайтын боламыз. Бұл жердегі моншақтарды өз қалауыңыз бойынша төменгі жердегі моншақтарды байланыстыра отырып жасаңыз. Ұзындығында өзіңізге немесе клиентіңіздің қалауы бойынша жасауыңызға болады.
Міне достар, менің алқам және сырғам дайын болды. Жасалуы өте оңай және өте әдемі болып көрінеді. Менің арнама тіркеліп алыңыздар, алдағы уақытта осындай алқалардың басқа да түрлерін көрсететін боламын. Керектеріңізге жарасын.